Сәлеметсіздер ме? Мен Қызылорда қаласының нөмірі 12-ші IT мектеп-лицейінің 10-шы сынып оқушысы Кенжалы Жақыпов. Мен бүгінгі сіздерге алып келген жобам тақырыбы F-35 пилот ұшағы және оның күшейтілген түрі және гибридті зымыран. Мен бұл ұшақтар мен зымырандарды ПВХ материалын және де қағаз, пенопласт, қалтқы материалдарын тиімді пайдалана отырып, осы макеттерді жасап шығардым. Бұл ұшақтарымыз үш жұмысты атқаратын болады. Бірінші жұмысы өзінің мысалға қауіп төнген адамдарды құтқару, екінші жұмысы ауыл шаруашылығын дамыту, үшінші жұмысы мысалға өзіміздің Қазақстан елімізге әскери техниканы жасатуы. Ал енді бірінші жұмысын толығырақ айта кететін болсам, бірінші жұмысы мысалға келгенде қауіп төнген адамдарды осы ұшақ берілген координатаға осы ұшақ ұшып баратын болады. Ал бұл ұшағымыз кіре алмайтын жағдайда осы Қытай ұшағымыз адамдарды құтқарып қауіпсіз жерге апаратын болады. Ал тау-тас болып жатқан жағдайда осы гибридті зымыранымыз сол тау-тастарды жарып жіберіп отыратын болады. Ал және екінші жұмысын айта кететін болсам, екінші жұмысы мысалға келгенде ауыл шаруашылығында су себуге және де у себуге өзінің арнайы дрондары бар. Сол дрондардан біздің дрондарымыз бен ұшақтарымыздың айырмашылығы, мысалға келгенде ол дрондарға қайттан қондырып, бензобағын толтырып және оның энергиясын, қуатын зарядтілеп отыратын болады. Ал бұл ұшақтарымыздың зымырандарымыз 24/7 ұша беретін болады. Мысалға бұл дронымыздың зарядкасы біткен жағдайда осы ұшағымыз аспанға ұшып, күннің энергиясы арқылы, күн панельдері арқылы осыған энергиясын жинап алып, және осыған беспроводный зарядка арқылы осыған энергиясын жіберетін болады. Ал және түнде күн болмаған жағдайда осы пропеллері арқылы, осы пропеллер айналған жағдайда күннің осы жел арқылы энергияны жинап, және осыған беспроводный зарядка арқылы зарядтайтын болады. Және у себуге және де удың өзінің арнайы багында уы мен суы таусылған жағдайда осы ұшағымыз өзінің арнайы насосы арқылы осы ұшағымыздан насос беріліп, осының багына толтыратын болады. Ал және мысалға келгенде басқа елдерде соғыс болып жатыр. Сол соғыста алдын алу үшін, өзіміздің елді қорғау үшін осы макеттер, мысалға бұл ұшағымыз ұшқан жағдайда, радарға түскен жағдайда осы дронымыз астынан түсіп, бекітілген кезде түсіп, берілген координатаға сол радарға түспеудің амалын тауып, мысалға судың астына, теңіз өзендердің астарына кіріп, сояқтан радарға түспеудің амалын өзі табатын болады, және ормандардың ішіне өтетін арнайы өзінің жасанды интеллект режимі қосылатын болады. Ал және осы зымыранымыз бар жарылған жағдайда жарылып, берілген координатаны және берілген базаны қолмен жарып жіберуге күші жететін болады. Ал және осы ұшағымызда осы дронымыздың астына бекітіліп, осы ұшағымызда берілген координатаны қолмен жарып жібере алады. Және осы дронымызды мен сізге іске қосып көрсетемін. Мен осы ұшақтарды және де осындай дрондарды болашақта бізге ауыл шаруашылығына және де өзіміздің Қазақстан елімізге әскери техникаларын дамытуға осындай ұшақтар мен дрондар және де гибридті зымырандар керек деп ойлаймын.